Кеш жарық, эфирде Парасат майданы, студияда жұмыс істейтін мен Дархан Әбдік Төленұлы. Ал менің бүгінгі қонақтарым тарихшы Меліс Қуанышқалиев және саяси сарапшы Марғұлан Ермағанбетұлы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. 8 мамыр күні, бірақ 1838 жылы Англияда халықтық хартия деп аталып кеткен құжат жарық көрді. Бірінші хартия болатын, бас аяғы ұмытпасам 3 болды, иә, бұлардың. Ол кезде бұл 38 жыл, өздеріңіз түсінесіздер, қай дәуір екенін, өйткені 1848 жылы Маркстің манифесті жарық көрді. Европаны елес кезіп жүрді екен. Мына сол елестің алғашқы кезеңі ғой. Ол кезде пролетариат деген саяси термин бар. Дұрыс қой, иә? Мінекей, сол жұмысшы табының атынан жасалған құжат, талап, саяси талап былайша айтқан кезде. Өркениетті әлемнің тарихындағы аса маңызды құжат, менің пікірімше. Осы құжатты бүгін талқылап көрейік, бірақ дәстүр бойынша алдымен бейнематериал тамашалайық. 19 ғасырдың бірінші жартысында Англия өнеркәсіптік революцияның орталығына айналды. Зауыттар саны көбейіп, жұмысшы табы қалыптасты. Алайда экономиканың тірегіне айналған бұл әлеуметтік топтың саяси құқықтары болмады. Осындай теңсіздік жағдайында 1838 жылы ұлттық хартия атты тарихи құжат дүниеге келіп, чартистік қозғалыстың негізін қалады. Чартистер негізінен жұмысшылар, қолөнершілер және кедей қала тұрғындары болды. Олардың басты ұраны саяси теңдік пен өкілдік еді. Қозғалыс ішінде екі бағыт қалыптасты: бейбіт жолды жақтаушылар, радикалды өзгерістерді қолдаушылар. Бұл ішкі бөлініс қозғалыстың әлсіреуіне әсер етті. Құжат 6 негізгі талаптан тұрды. Соның ішінде ең маңыздысы жалпыға бірдей ерлердің сайлау құқығының болуы. Сонымен қатар жасырын дауыс беру, депутаттарға жалақы төлеу, мүліктік цензді жою сияқты талаптар қоғамды демократияландыруға бағытталды. Бұл талаптар сол кезең үшін радикалды саналды. Чартистер бірнеше рет миллиондаған қол жинаған петицияларды парламентке ұсынды. Алайда билік олардың талаптарын қабылдамады. Қозғалыс күшпен басылып, белсенділер қудаланды. Құжат өз дәуірінде қабылданбағанмен, болашақ реформалардың іргетасына айналды. Уақыт өте келе чартистер ұсынған талаптардың көпшілігі жүзеге асты. Жасырын дауыс беру енгізілді, мүліктік шектеулер жойылды. Депутаттарға жалақы төлене бастады. Бұл өзгерістер Англияны демократиялық мемлекетке айналдыру жолындағы маңызды қадамдардың бірі болды. Англияны демократиялық мемлекетке айналдырды деп отыр тілшіміз, иә? Бірақ Англия әлі дейін монархия. Иә? Осы құжаттың Ұлыбританияда пайда болуының себебі қандай, және тарихи маңызы қандай, сенің пікіріңше, Меліс? Иә, жаңа бейнеде көргеніміздей, демократиялық мемлекетке айналды деп айтып кетті. Өзіңіз де айтып отырсыз, Англия бұл конституциялық монархия. 17 ғасырда жаңағы революциядан кейін сол конституциялық монархияға айналды, күні бүгінге дейін келе жатыр. Енді Англияның олай жаңа жұмысшы құқығын қорғауының себебі бұл, өздеріңіз білесіздер, өнеркәсіптік төңкерістер ағылшындардан басталды, 17 ғасырдан бастап, сол 18 ғасырда қарқынды жүрді, 19 ғасырда бүкіл әлемнің шеберханасы деп аталды. Бүкіл өндірістің тең жартысына жуығы ағылшындарда өндірілді. Соған сәйкес, ол кімдердің қолымен өндірілді? Ол жұмысшылардың. Жаңа тап, бұл пролетариат табы жұмысшылардың қолымен өндіріліп жатты, әлемге таралды тауарлары ағылшындардың. Буржуазия мен пролетариат негізінен осы екі тап үстемдік құрып тұрды. Пролетариат өте көп болды, және олардың құқығы ескерілмеді. Қазір мысалға жұмыс уақыты сағаты дейміз, қазір мысалы 8 сағаттық болса, ол кезде 12-16 сағаттап жұмыс істейді, және әйелдердің, жас балалардың құқықтары тапталып жатты. Ешкім олармен санаспады. Тарихи контекстте түсіндірейік, Меліс. Бұл урбанизация дәуірі. Жұмысшы күштің ауылдан қалаға ағылып жатқан кезі. Әдетте ауылдан қалаға келгендер бұлар не мүлкінен айырылғандар, түгел жері жоқтар, ешқандай хақы жоқтар. Қалаға келіпті, бұлардың хақы болған жоқ. Бұларды жұмыс беруші, Маркстың тілімен айтқанда эксплуататорлар, иә? Кәдімгі қанады. Ойына келгенді істеді, айыппұлдың бәленбай түрін енгізді, жалақылары өте төмен болды, жұмыс жасау жағдайлары, ахуалдары өте төмен болды.
тұрмыс өте төмен болды. Дұрыс па? Ауыр болды, Иә, бірақ мінекей жұмбақ Марғұлан қара. Француз революциясынан кейін таптық қоғам жойылды. Иә? Бірінші үлгісі Франция болды, кейіннен Европаның барлығындағы монархиялар тұрды. Германияда, демек, азаматтық қоғамның негізі қалыптасты. Тап жойылды. Ұлыбритания әлгінге дейін феодалдық мемлекет екенін шын айтсақ. Өйткені ақсүйектер бар ғой. Бір отбасы болса да, бір әулет болса да, бірақ ақсүйектер бар, қара сүйектер бар. Бұл феодализм. Патша бар. Ұлыбритания бұл феномен. Ұлыбритания монархияны сақтап қалды. Иә, буржуазиялық революция болған жоқ Ұлыбританияда. Одан кейін капиталистік социалистік революция болған жоқ. Иә? Себебі неде? Осы хартияның қандай рөлі бар деп ойлайсың сен? Жалпы Англия ерекше құбылыс. Әлгінге дейін ол Англия өзінің үстемдігін жоғалтқан жоқ. Қазіргі күннің өзінде енді оның белгілері көп қой. Бірақ енді сол ғасырға түссек, Мэлс енді себептерін айтты ғой, жалпы пролетариаттардың пайда болуы, өнеркәсіптің дамуы бұл жерде негізі. Енді Англия ұлы империя ғой, былай айтқан кезде күні батпайтын империя болып қалыптасты. Бұл жерде жаңағы Франциядағы революция әсер етті. Жалпы Европаның басқа жерлерінде көп революциялар бастады осы жер. Англияның ерекшелігі бұл революция қанша болса да ішкі өзінің тұрақтылығын сақтап отырды. Енді тереңнен талдасақ, енді Англия Францияны жеңді ғой. Әйгілі Ватерлоо шайқасында Наполеон жеңілді. Англия осы кезде өзінің үстемдігін одан сайын арттыра бастады. Ол отарлық саясатта бірінші орында болды ғой. Теңіздік флоттар дамыды. Барлық күш осы отарлық саясатқа кетті де, алайда бұны ұстап тұру үшін өнеркәсіп дамыту керек болды. Бұл тұрғыда енді бір нюанс Марғұлан, ойдарына салғым келіп отқаны. Есіңде ме Вольтердің хаттары атақты? Ұлыбританиядан Францияға жазған. Вольтер таң қалады. Франциядағы монархия мен Ұлыбританиядағы монархияның қаншалықты бір-біріне ұқсамайтындығына. Не дейді сонда? Ұлыбританиядағы монарх парламенттің алдында есеп береді. Біздің патша ойына келгенді істейді. Людовик ойына келгенді істейді, және Франциядағы революцияның басты себебі Франция монархтарының ойына келгенді істегендігі. Ал Ұлыбританиядағы монарх парламентқа тәуелді, мен жаңа Мелсеннен сұрап отқаным сол, осының алдындағы хартия есіңде ме деп. Еркіндік хартиясы. Еркіндіктің ұлы хартиясы деген болды. Бірақ Англия қол жеткізді. Парламентаризмнің негізін қалаған патшаны, монархты парламенттің алдында есеп беріп отыруға міндеттеген, және сол арқылы ұлттық буржуазияны қалыптастырған. Қадамдар ғой бірінші. Қадамдар ғой. Англия қол жеткізді оған. Ол конституциялық монархиямен Мэлс айтып кетті, жеткізді. Ал екіншісі енді, мінекей, ұлттық буржуазия қалыптасты. Енді мына жерде мемлекет кімнің сөзі сөйлейді? Жаңа тілшіміз айтты ғой. Тарих нәтижесінде сол кезде болмағанмен. Осы халықтық партиядағы талаптардың бәрі орындалды. Бұл кім мен кімнің ортасындағы келісім? Бұл жұмыс беруші мен пролетариаттың ортасындағы келісім. Жаңағы ұлттық буржуазия тағы да парламент. Бұлар неге хартияны патшаға емес, монархқа емес, парламентқа апарып беріп тұр? Өйткені шынайы билік парламентте болды. Енді жаңағы жалпы өзгерістер түсті. Енді өнеркәсіп дамыды. Сәйкесінше бұл жерде енді мемлекеттің саясаты отыр, бұл жерде буржуазияны қолдау керек болды. Енді жаңағы хартияның талаптарын бір қарасақ, бұл сайлау. Сайлау құқығы берілу керек. Өйткені білесіз, ол кезде сайлау құқығы тек қана байларда болды. Байлардан сайлана болды. Мүліктік ценз болды. Сосын бар жерде округтерде ортақ болған жоқ. Сондықтан бұлардың өзінің құқығын қорғау арқылы саяси мінберге де жетуге болды. Енді уақыт өте бәрі соған қол жеткізіп тұр ғой. Бірақ енді бір қызығын айтайық, сол жердегі талаптардың барлығы радикалды талап болып көрінді ол жерге. Енді тарихтан қазір қарасаң радикалды емес секілді, бірақ сол кез үшін қол жеткіздік біз. Қазір енді өмір өзгерді ғой. Бірақ бұл үлкен қан төгіспен келді. Білесіздер, қаншама 3 петиция болған күннің өзінде де парламент оны қабылдамады ғой. Бұдан біз не түйіндейміз? Жалпы кішкентай қадамдар үлкен өзгеріске әкелді. Бұл тек қана Англия емес, әлемдегі өзгерістерге әкелді.
Бұны бүгінгі таңдағы кәсіподақ қозғалысының бастамасы деп айтуға болады ма? Болады. Өйткені ағылшындардан кәсіподақ ертерек бастап, трейд юниондар дейді, өздерінде сол кәсіподақ жұмысшылардың құқығын қорғаушы ұйымдар сол кезде де жұмыс істеп тұрды. Және бірақ оны кең дәрежеде жоғары көтерген сол чартистік қозғалыстар. Жаңа чартер деген сөзден шығып тұр ғой, сол кезеңде ол жаңа айтып отырмыз, қабылданбаса да нәтижесін берді. Кейін ол партия құрылуға дейін жетті. Жаңа лейбористік партияның құрылуы, жұмысшы партиясының құрылуы өзі Англияда басталды. Және сол осы жаңағы жұмысшылар қозғалысының нәтижесі соңғы нүктесі деп айтуға болады. Және ол жұмысшылардың жағдайын жақсартуда, сайлау құқығын жақсартуда, жалпы қоғамдық келісімге әкелуге осы қозғалыстардың үлесі өте зор болды. Және сол кәсіподақ қозғалысы сол 19 ғасырдан бастап алып 20 ғасырға дейін, қазіргі күнге дейін енді жұмыс істеп келе жатыр. Әлемде сол үрдіс бар мысалы кәсіподақта. Тек әр елде жұмыс істеу тәсілі, белсенділігі әртүрлі деңгейде. Қысқасы тарихи тұрғыдан мінекей өркениетті әлем деп айтайықшы бүгінгі таңда. Өркениетті әлемнің дамуында айрықша орын алған құжаттар. Бұл бірінші парламентаризмнің негізін қалап, Европа мемлекеттерінде ұлттық буржуазияның қалыптасуына. Әуелде енді бұл латифундистер ғой, жер иеленушілер. Бұл еркіндік хартиялары Бельгияда да болды, Британияда да болды, оның барлығы. Демек, шығыстық ұғымдағы тиран монарх бұл мемлекеттерде сол кезден бастап шектелді. Монарх деген бұл ойына келгенді істейтін адам емес, бұл ұлттың мүддесінде әрекет жасайтын, ұлттың бірлігін қамтамасыз ететін және әр қадамын ұлттық буржуазиямен келістіріп отыратын парламенттің алдында есеп беретін тұлға. Бұл біздің шығыстық санадағы патша, император деген ұғымға келмейді, дұрыс па? Екіншісі, мынау халықтық хартиялардың басталуы, өйткені бүгінгі таңда Марғұлан, шын мәнінде бүгінгі таңдағы еңбек қатынастарының негізі бұл үштік келісім ғой, бүкіл өркениетті әлемде. Бұл мемлекет, жұмыс беруші және кәсіподақ. Жұмысшылардың атынан кәсіподақ. Соның тарихи негізі осында жатыр ғой. Әрине, алғы шарттың содан басталды ғой, шартистер салып берді тарихта, пролетариаттардың үстемдігі. Енді қазір капиталистік қоғамда бізде енді бұл біздің қазіргі өмірімізде енді нарықтық қатынастарда болатын дүниелер ғой. Жұмыс беруші бар, жұмысшылар бар. Олай болса, осыны ары қарай талқылаймыз, бірақ ортасында тағы бір бейнематериал тамашалайық. Бүгінде Британияда жұмысшы мүддесін қорғайтын негізгі саяси күш лейбористік партия. Ол тарихи тұрғыда чартистік қозғалыстың жалғасы саналғанымен, қазіргі жағдайда байланыс айтарлықтай әлсіреп жатыр. Лейбористер ұзақ уақыт бойы еңбек құқықтарын қорғап әлеуметтік саясатты дамытты. Бірақ 21 ғасырда қоғамда жұмысшы табыдай өзгерді. Зауыттар азайып, жаңа экономика қалыптасты. Партияның ұстанымымен жұмысшылардың мүддесі арасындағы қайшылық Брекзит кезінде қатты байқалды. 2016 жылғы референдумда Британия қоғамы екіге бөлінді. Бір қызығы, дәстүрлі жұмысшы аймақтардың басым бөлігі Еуропалық одақтан шығуды қолдады. Олар жұмысшы орындарының қысқаруын, миграцияның күшеюін және орталық биліктің өз проблемаларын елемейтінін алға тартты. Ал лейбористік партия бұл кезде Еуропалық одақпен байланысты барынша күшейткісі келді. Осылайша, бір кезде жұмысшылардың дауысын жеткізген партия мен оның негізгі электораты арасындағы көзқарас айырмашылығы пайда болды. Бұл тек саяси емес, құндылықтық алшақтыққа айналды. Нәтижесінде кейбір жұмысшы сайлаушылар лейбористерден теріс айналып, басқа саяси күштерге, соның ішінде консерваторларға қолдау көрсетті. Бүгінгі Ұлыбритания жұмысшыларын лейбористік партия өзінің тарихи миссиясын сақтап қала ала ма, әлде жаңа әлеуметтік топтардың партиясына айналып бара жатыр ма деген сұрақ мазалап отыр. Марғұлан, мінекей алғашқы халықтық хартиядан тура 10 жылдан кейін Маркстің жаңағы коммунистік манифесті жарық көрді. 1848 жылы Маркстің теориясы бұл таптық қарама-қайшылық, буржуазия мен пролетариаттың арасындағы. Және бұл қайшылықтың апарар жолы біреу-ақ, бұл революция. Коммунистік революция деп айқындады Маркс. Және ең алғашқы революциялар өндірістік, өнеркәсіптік елдерде болады деді. Бірінші кезекке бұл әрине Ұлыбританияны жатқызған жоқ, өйткені Ұлыбритания ерекше саяси модель деп бағалады ол. Бірінші орында Франция тұрды, Германия тұрды, бірақ сол
4-ке ме 5-ке ме Ұлыбританияда кірді. Саяси болжам орындалған жоқ. Неге? Басында айтып кетті ғой эфирі, Англия өзі ерекше құбылыс та. Яғни бұл консенсусқа келетін мемлекет. Консенсусқа келетін мемлекет. Осы сөзің өте маңызды. Ойыңды жалғастыр. Енді көп революциялар қан төгіспен келді. Англияда әрдайым бір келісімге келіп отырады. Ол қазір де бар. Енді ең басты нәрсе, қазіргі таңда жаңағы партияны, қазіргі лейбористердің партиясының өзінің негізгі пайда болған алғашқы миссиясынан ауытқу пайда болды. Енді оларда қазіргі нарыққа төселеді. Нарықтық жағдайда жұмысшылар жалпы нарықтық заңдылыққа сәйкес нарық өзі реттейді. Мысалы, мен жұмысшы ретінде, мынау жұмыс берушінің несі ұнамаса маған, мен басқа жұмысшыға барам. Сондықтан бұлар дегенмен лейбористер әлеуметтік теңсіздікті сақтай отырды. Енді кез келген мемлекетте ол негізгі ұстаным ғой. Сондықтан Ұлыбритания сол кезде де қазіргі таңда да олар қан төгіске апармай ішкі тұрақтылықты сақтап отырды. Міне, бұл қазіргі күнге дейін әлі сақталып келе жатыр. Қазіргі таңда енді біз конституциялық монархия орнатсақ та несі бар ғой жерде. Бұрынғы несі сақталып отыр ғой. Бірақ дегенмен парламент шешім қабылдаушы болып табылады. Мейлі сен. Неге Ұлыбритания жүзеге аспады деген? Я жаңа айтып отқанда келсем. Мысалы, Ресей империясында болды. Ресей империясы ол кезде не өнеркәсіптік мемлекет емес, не жұмысшы тап пролетариат қалыптаспаған, аграрлы мемлекет. Маркстың теориясына сәйкес келмейді. Ал Маркс болады деген ең нағыз пролетариаты күшті өндірістік мемлекеттерде болған жоқ. Өйткені жаңа осы бағанадан бері айтып отқан сөздерден шығады бұл жерде. Ағылшындар жаңа қоғамдық келісімге ертерек түсті. Жаңа Ресейден де, Франциядан да 13-ші ғасырдан бастап жаңа еріктіліктің ұлы хартиясы деген қабылданды. Одан кейінгі мынау 1640 жылдардағы құқықтар туралы белінде де, құқықтар туралы петициясында да парламенттің рөлі, мысалы, оған барлық ағылшындар қатыспаса да парламенттің рөлі корольден кем болмады. Корольдің өзі салық салу үшін барлығын парламентпен кеңесіп отырды. Соның рөлі бұл жерде қоғамдық келісімге ертерек түскеннің нәтижесінде оларда жаңағыдай үлкен ауытқулар, үлкен революциялардың алдын алып отырды, соны шешіп отыр. Жаңа Мельстің Марғұланның айтып отқан консенсус деген сөзі, сен де айтып отырсың, қазақшасы келісе білу, келісімге келе білу қабілеті қоғамның, дұрыс па? Ал оған алаңқай болған алғашқы орган бұл парламент. Демек, біз бұлай айта аламыз ба? Ресейдегі революцияның себебі, жұрт айтады ғой кейде, сырттан жасады, үйтті деп. Ресейде тәуелсіз парламент болған жоқ, ұлттық буржуазия болған жоқ. Ал монарх келісімге баруды білмеді, патша, орыс патшасы. Бұл тек өзінің бетінен қайтқан жоқ. Ал Европа елдері өзінің консенсуске қабілеттілігін ең алғашқы еркіндік хартиялары кезінде көрсетті. Өйткені патша буржуазиямен келісімге келді де, және сол келісімді орындады. Ол кейін барып, ертеңіне жаңағы у беріп, немесе дарғасып бүкіл буржуазияны қырып тастаған жоқ. Ол парламенттің алдындағы өзінің жауапкершілігін, міндетін атқарып тұрды. Ал парламент бұл бәрібір келісім органы. Әрбір қоғамдық мүдделерді, әр қилы қоғамдық топтардың мүддесін талқылайтын мәмілеге келетін нәрсе. Және сол арқылы жаңағы Европаның елдерінде халықтық хартиядан кейін ұлттық буржуазия, демек жұмыс берушілер пролетариатпен келісімге келе бастады. Әсіресе Ресейдегі болғанын көргеннен кейін. Демек өзінің, былайша айтқан кезде, бейімделу қабілетін көрсетті. Мысалға, Францияда алатын болсақ, халықтық майдан үкіметтерінде құрылып, жұмысшыларға жағдайлар жасау, мына екінші дүние соғыстың алдындағы сол қоғамдық келісімнің көрінісі. Соның нәтижесінде оларда да үлкен төңкерістерден мемлекетті сақтап қалды. Соның арқасында демек, егер билік тыңдай білсе, егер жаңағы шиеленісті жағдайларды келісім мәміле арқылы, компромисс арқылы шеше білсе, жолын табуға болады. Онда жолын табады, түрленеді, өзгереді, мемлекет сақталады. Дамайды. Ал егер мемлекет компромиссқа бармаса, тек өзің айтқанынан қайтпаса, онда оның түбі төңкеріске апарады. Енді сіздің ойыңызға бір ойландырып тастадыңыз негізі, Ресеймен салыстыру арқылы. Англияны ең ерекшелігі бір консенсусы айтсақ та,
бірақ мынау чарсистік қозғалыста білесіздер, үш нені де қабылдамады ғой. Парламент керісінше қан төгіске әкелген кездерде болды. Бірінші петицияда бірақ жаппай ұлттық емес, жергілікті көтерілістер болды. Бір ерекшелігі, Англия енді көбінесе парламенттік жүйеде біз Англиядан көп сабақ аламыз ғой, былай айтқан кезде, классикалық тұрғыда. Парламент дегенмен буржуазиямен консенсусқа келді, сол кезде. Кейін олар жаңағы кәсіподақтар құруға, ол кезде кәсіподақты құрудың өзі радикалды шешім болады. Кейін олар консенсусқа келді. Бірақ ең алғашқы кәсіподақтар құрылды. Ең алғашқы жұмысшылар ассоциациясы құрылды. Әрине, Англия бастап бұнда. Төңкерісті де жаңағы қозғалысты Англия басталды, кейін кәсіподақтар соларды басталды. Келісім шартқа келудің, мемлекетке келудің, мәмілеге келудің алдыңғы шарттары, парламент болды. Демек, хартияны қабылдамаса да мәселе талқыланып жатты ғой. Қоғамда талқыланып жатты, парламент. Тәуелсіз баспасөз болды. Сол кезде болды. Сол кезде болды. Тәуелсіз баспасөзде талқыланып жатты. Демек, талқыланып жатқан жерде мәселе әйтеуір түрленеді. Түбінде шешіледі. Азаматтық қоғам ғой. Азаматтық қоғам соның нәтижесінде бүгінгі таңда сол кез үшін кәдімгі адам сенгісіз болып көрінген 6 талап бүгінгі таңда норма. Кез келген өркениетті мемлекетте, дұрыс па? Қабылданды. Ал енді тағы бір қызық нәрсе. Бүгінгі таңда өркениетте мемлекетте пролетариат деген сөз жоқ, ұғым жоқ. Ол қайда кетті? Енді нарықтық қатынастарға сәйкес ол кетеді ғой. Өркениеттің дамуына нарық реттейді ғой барлығын. Жоқ, қайда кетті? Пролетариат жоқ болып кеткен жоқ қой. Жұмысшылар бар. Ол түсінік бар ғой. Бірақ оларды пролетариат демейді, орта тап дейді. Орта тап. Неге? Ол кезде индустриалды қоғам болып өмір сүріп жатты. Одан кейін 20-70 жылдар постиндустриалды қоғамға өткен кезде жаңағы таптардың орындары өзгерді. Жоқ, нақты анықтамасы бар. Ол кезде біз пролетариат деген кезде, Маркстың тілімен айтсақ, пролетариаттың кісеннен басқа жоғалтар түгі жоқ дейді. Демек, хақы жоқ, ешқандай мүлкі жоқ деген сөз дұрыс па? Басы байлы да. Ал орта тап деген басқа нәрсе. Орта таптың өзінің анықтамасы бар. Бұл тұрақты табыс, бұл қор жинау мүмкіндігі. Демек, жалақыңды түгел шашып жібермей, сақтап қалуға болады деген сөз бір бөлігін. Үй алу мүмкіндігі, ипотекаға үй ала алады орта таптың өкілі. Дұрыс па? Демек, ипотеканы төлей алады. Және экономикалық қауіпсіздік сезімі, үрейі жоқ болашаққа деген. Бұл өлем жаңағы кешегі кісеннен басқа түгі жоқ пролетариат мынандай орта тапқа қалай айналып кетті? Сол жаңа чартистік қозғалыстардан бастап тұр. Сол жұмысшылардың хақын сол кезде көтерді, талаптарын дәл сол кезде болмаса кейінірек орындалды. Сол талаптардың орындалуына байланысты олардың қоғамдағы орны да өзгерді. Және сапасы да жақсарып, жаңа сіз айтқан орта таптың деңгейіне жетті. Бұның бәрі сол өркениетті қоғамның белгісі, жаңа қоғам заңдардың орындалуының, адам хақының қорғалуының арқасында, өзінің еңбек ақысын дұрыс ала алуының, уақытымен демалуының арқасында жаңа орта тапқа айнала алды сапасы. Қысқасы, буржуазияның өзіне, жұмыс берушіге, өркениетті әлемде бүгінгі таңда жұмысшысының бақуаты болғаны тиімді. Сапалы болған. Оның аш жалаңаш болғаннан көрі, көтеріліске шыққаннан көрі. Екеуі таңдау бар ғой. Оның заңды жалақысын. Мысалы, бүгін Ұлыбританияда, мысалы, автомобиль өнеркәсібінде жұмыс істейтін жұмысшы, орташа жұмысшы, $3000 табады жалақысы. Неде Германияда $5000 дейін табады. Ол жақта енді автомобиль өнеркәсібі ірілеу ғой, жақсырақ. ақш-та да $5000 дейін табады. Бірақ олардың бұл толық табысы емес. Өйткені егер мысалы олар белгіленген мөлшерден артық жұмыс істесе, внеурочный дейді ғой, онда олар 20%-ға дейін үстеме алады. Еңбек заңдылығымен. Егер түнгі сменаға шықса 50%-ға дейін алады. Сыртында олардың жаңағы өздерінің инвестиция жасау мүмкіндіктері бар. Инвестқорлар арқылы, немесе пәтер алып жаңағы жалға беру арқылы олар айына $1000-дан $2000-ға дейін табыс табуы мүмкін. Сонда айналып келген кезде жай жұмысшының, инженердің емес, жоғары білімді басқа мамандың емес, бүгінгі таңда Европадағы табысы айына $5-6 мың. Ал енді қараңыз, Европадағы ең беделді жоғары оқу орны Оксфорд. Ұлыбританияның азаматтары үшін $16 мың жылына төлейтін қаражат, жылдық оқуға, ең беделді университетте. Демек, кез келген жұмысшы баласы Оксфордта оқыта алады деген сөз.
Тек баласының талабы болса болды. Яғни әлеуметтік лифт жұмыс істеп тұр, яғни олар Мәселе сонда. көтеріле алады, ашық, ешқандай шектеулер жоқ. ақш-та ең қымбат оқу орындары, білесіңдер ғой, иә? $80,000 $95,000, $100,000 дейін барады. Ең беделділер мына Йейл университет дегендер, иә? Бірақ ол жерде ол сомаға кіретін тек қана оқу емес, тамағы, тұратын жері барлығы сол сомаға кіреді. Және ол соманы ешкім толық төлемейді. Ешкім. Америка азаматтарына егер табысы $120,000 айына кем түсетін болса, $120,000 болса егер табысы, иә? Онда жаңағы жеңілдік жасалады да, олар $30,000 ғана төлейді жылына. Ал егер отбасылық табыс $60,000 жылына болса, ол біздікіне шаққан кезде мол табыс, иә? Олардың төлейтін ақшасы $10,000 болады, шын мәнінде жылына. Бұл қарастырылғанда бүкіл Демек, кез келген жұмысшы баласын Йейл университетінде, Оксфордта оқыталады, өзің айтқандай әлеуметтік лифт. Біз қай жақта оқыталамыз балалар? Енді қараңыз, бұл да жаңа біздің тақырыбымыздың арқау болған чартистік қозғалыстың нәтижесі ғой. Қазіргі таңда негізгі екі партияның бірі лейбористер ғой, кешегі чартистердің қазіргі буыны лейбористер. Оларда жаңа сіз айттыңыз ғой, пролетариаттар қайда кетті. Пролетариаттар қазір орта тапқа кірді. Негізгі сайлаушылар лейбористер қазіргі, олар орта таптар. Орта таптың негізгі мүддесі несі, қазір қандай қажеттіліктер бар? Бұл жаңағы қолжетімді біліммен, қолжетімді денсаулық сақтау жүйесі. Міне лейбористер осы қаншама жыл осы жүйеге күресіп келе жатыр, и осының арқасында олар қазір парламентке келіп отыр. Екі мәрте білесіздер, Тони Блэрдің кезінде 97 жылы кірді, 13 жылдай биліктеді. Енді міне қайтадан осы саяси алаң келіп отыр. Неге? Өйткені қоғам талабымен орта тап көбейді қазіргі таңда. Міне орта таптың нәтижесі қазіргі сіз айтып отқан жаңағы қолжетімді білім Англияда, қолжетімді денсаулық. Қысқасы біз Европадағы орта тап өкілінің портретін түсіндік. Бұл әрбірден соң кешегі пролетариат қарапайым жұмысшы. Бізде орта тап бар ма, және біздегі орта тап кім? Бізде енді жұмысшылар да бар, орта тапта бар, бірақ жаңа сіздің айтқан анықтамаңызды білмеймін, қайда алынған, бірақ сіздің анықтамаңызға келетін орта тап бар бізде. Кімдер ол? Жұмысшылар ма? Бірақ енді олар қазіргі ұстаздар қауымы, дәрігерлер болсын, жұмысшылар болсын, мен ойымша енді классикалық ондай түсінік жоқ шығар, орта тап. Әр мемлекеттің өзінің орта табы болады. Біздің жағдайда орта тап, енді айтып отқан орташа жалақы дейді, бізде қазір енді 400 мың дейді ғой. Мен ойымша орта тапқа осылар келеді. Бірақ ол бізде аз. Өмір сүру деңгейіне байланысты шығар, әр елдің, мысалы ағылшындардың өмір сүру деңгейі инфляция, жоғары. экономика Орта тап деген бұл жаңа айтып отырмыз ғой. Экономикалық тұрғыдан қауіпсіз сезінетін өзін, және жалақысын тек қана өзіне ғана емес, инвестицияларға, бала шағасының болашағына, қор жинауға жұмсай алатын мүмкіндігі бар адам. Мен есімде жоқ, бір хабарымызда бізде осы қонақтардың біреу айтты, бізде қазір орта тап жаңағы 1 миллионнан жоғары жалақы табатындар деп. Бізде ондай аз. Мен 1 миллионнан жоғары жалақы табатын адамдар тек қана самұрық қазынада бар деп ойлаймын, басқа бір кәсіпорындарда бар деп ойламаймын. Кәсіпкерлер бар енді. Немесе кәсіпкерлер, шағын бизнес, орта бизнес. Шағын бизнес емес шығар. Ал мемлекеттік жұмыста жүріп, онда жалақы алу, жаңа сіз айтқандай, ол мұғалімдер, инженерлерге қиындау шығар енді ол. Демек, біздегі орта тап жұмысшы емес. Біздегі орта тап бұл қалай дегенде де анағұрлым сәтті кәсіпкерлер. Солай ма? Өзісін жүргізе алған бизнесін. Егер цифрамен қарайтын болса, жалақын цифрасы онда солар болады. Ал біздің түсінігімізде енді... Ал егер жаңағы Оксфордта оқыта алу қабілетіне қарайтын болса, ондағы біздегі орта тап тек қана әкімдер мен министрлер. Өйткені жай адам Оксфордқа баласын түсіріп оқыта алмайды бізде. Енді болашақты пайдаланбаса? Енді біздің мемлекетте қарасаңыз, біздің Оксфордымыз бар ғой, мысалы, басқа ену бар, Назарбаев Оксфорд болсақ, біздің өзіміздің Оксфордта. Онда орта таптың қазіргі таңда мүмкіндігі бар ғой. Қысқасы Мелс айтпақшы, бізде заң жүзінде бәрі жазылған, сондықтан не үшін күресетінімізді әлі өзіміз түсінген жоқпыз, соны айқындап алуымыз керек, мәселені сосын шешеміз, дұрыс па? Олай болса Парасат майданына келіп пікір салысқандарыңа рахмет. Біздің хабарымыз осымен тәмам, ал соңында дәстүрлі цитата. Экономикалық еркіндік жоқ қоғамда еркіндіктің тағы басқа түрлері болуы мүмкін емес. Маргарет Тэтчер. Сау болыңыздар.
Thank